Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі тақырыбымыз жұмсақ магнитті материалдар, магнитті диэлектриктер, қатты магнитті материалдар. Жұмсақ магнитті материалдар тұрақты және айнымалы тоқтың магниттік тізбектерін жасау үшін қолданылады. Олар тұрақты тоқ машиналарының арматуралары мен тіректерін, асинхронды қозғалтқыштардың роторлары мен статорларын жасауға, ірі электр машиналарының магниттік тізбектеріне, күштік трансформаторларға, аппараттарға, құрылғыларға және тағы басқа жағдайларда қолданылады. Жұмсақ магнитті материалдар келесі талаптарға сай болуы тиіс. Олардың магниттік өткізгіштігі аз болу керек, коэрцитивті күші аз болу керек, магниттелуден болатын аз шығындар, құйынды тоқтардың пайда болуына байланысты шығындарды азайтуға негізделген электр кедергісінің жоғары болуы тиіс. Осыған дейін коэрцитивті күш пен металл магниттік материалдардың магнит өтімділігінің мәндері кристалдық тордың деформациялану дәрежесіне және түйіршіктің мөлшеріне байланысты болады деп айтылған. Материалдағы қоспалардың мөлшері неғұрлым аз болса, соғұрлым оның құрылымы біртекті болады. Ішкі кернеулер, дислокация және басқа ақаулар неғұрлым төмен болса, соғұрлым коэрцитивті күш аз болады және магнит өтімділігі жоғары болады. Сондықтан металдың жұмсақ магнитті материалдарына металда ерімейтін химиялық қосылыстар түзетін зиянды қоспалардың, мысалы оттегі, көміртегі, күкірт, фосфор минималды концентрациясы болуы тиіс. Сонымен қатар ірі түйіршікті құрылым және ішкі кернеулердің дислокацияның минималды мөлшері болу керек және басқа ақауларды болмауы тиіс. Жұмсақ магнитті материалдарға темір, кремнийлі электрлік болат, магнит өткізгіштігі жоғары бастапқы қорытпалар, магнитті диэлектриктер мен ферриттер жатқызылады. Магнитті диэлектриктер мен ферриттерге келетін болсақ, жиіліктің қалыпты жиіліктен ультражиілікке дейінгі жоғарылауымен құйынды тоқтың шығыны соншалықты артады. Бұл кезде жоғарыда қарастырылған жұмсақ магнитті материалдарды пайдалану тиімсіз болып қалады және көбінесе мүмкін болмайды. Материалдың электр кедергісін жоғарылату және оның индуктивтілігін төмендету арқылы құйынды тоқ шығынын азайтуға болады. Электр кедергісі жоғары және магнит индуктивтілігі төмен материалдарға магнитті диэлектриктер мен ферриттерді жатқызуға болады. Енді жеке қарайтын болсақ, магнитті диэлектриктер бұл толтырғышы ферромагнетик, ал байланыстырғышы органикалық немесе бейорганикалық электр оқшаулағыш материалдары болатын жоғары жиілікті магниттік пластиктер. Магнитті диэлектриктерде ферромагниттік бөлшектер бір-бірінен электрлік оқшаулағыш материалдардың үздіксіз пленкасымен бөлінеді. Бұл бір уақытта механикалық байланыстырушы болып табылатын электр кедергісі жоғары үздіксіз матрицалық фазаны құрайды. 10-4, 10-6 дәрежесі метр көлеміндегі ферромагниттік бөлшектердің бір-бірінен электр оқшауланғандықтан құйындық тоқпен гистерезиске кеткен шығын азаяды. Магнитті диэлектриктің магнит өткізгіштігінің мәні төмен және жиілікке аз тәуелді. Магнитті диэлектриктің ферриттерге қарағанда артықшылығы олардың магниттік қасиеттерінің тұрақтылығының жоғарылығында, ал олардан алынған өнімдер геометриялық дәлдік пен беттің кедір бұдырының жоғары кластарын алады. Алайда бірқатар электромагниттік параметрлер бойынша магнитті диэлектриктерде ферриттерден төмен, сондықтан оларды қолдану біртіндеп азаюда. Қатты магнитті материалдарға келетін болсақ, әртүрлі жабдықтарда, электромагниттік жазба құрылғыларында, теледидардың фокустау құрылғыларында, микрофондарда, электр өлшеу құралдарында, микроэлектроникада, микротолқынды құрылғыларда және тағы басқа жерлерде қолданатын тұрақты магниттер жасау үшін қолданылады. Қатты магнитті материалдардың негізгі сипаттамалары бұл коэрцитивті күш, қалдық индукциясы және материалдың кеңістікке шығарған максималды меншікті магниттік энергиясы. Магниттік энергия және коэрцитивті күш көбейтіндісіне пропорционалды. Қалдық индукциясы ферромагниттің магниттік қанығуымен шектелгендіктен магниттік энергияның өсуіне коэрцитивті күшін арттыру арқылы қол жеткізіледі. Қатты магнитті материалдардың мәжбүрлеу күші жұмсақ магнитті материалдардан қарағанда 1-4 ондық дәрежеге жоғары, бірақ олардың магниттік өтімділігі төмен.
Бұл жағдайда коэрцитивті күш көп болған сайын магнит өтімділігі азая бастайды. Қатты магнитті материалдардағы жоғары мәжбүрлеу күші материалдың легерленуі және кейіннен термиялық өңдеу арқылы кристалдық тордағы ішкі кернеулердің, дислокацияның және басқа ақаулардың көп мөлшерін құру арқылы жүзеге асырылады. Сонымен қатар өте жоғары коэрцитивті күш магниттік және магниттік емес фазалардың қоспасынан тұратын материалдармен алынады. Бұл жағдайда магниттік фазаның бөлшектері соншалықты аз, олар домендерге бөлінбейді. Қатты магнитті материалдар өздерінің құрамы мен өндіру әдісіне сәйкес келесі топтарға бөлінеді: көміртекті және легерленген болаттар, құйылған жоғары мәжбүрлі қорытпалар, металл керамикалық және металлопластикалық магниттер, қатты магнитті ферриттер, сирек жер элементтеріне негізделген қорытпалар, магниттік сақтау құралдарына арналған қорытпалар. Тұрақты магниттің магнит ағынын уақыт өте келе азаяды. Бұл кезде магниттің қартаю немесе тозуы болады. Магниттердің тозуы қайтымды және қайтымсыз болуы мүмкін. Қайтымды тозу соққылардың сілкіністерінің температураның кенеттен ауытқуының сыртқы тұрақты өрістердің әсерінен пайда болады. Бұл жағдайда қанығу индукциясы 1-3%-ға төмендеуі мүмкін. Бұл тозу кезінде магниттік қасиеттердің қайта магниттеу арқылы қалпына келтіруге болады. Қайтымсыз қартаю немесе қайтымсыз тозу уақыты бойынша материал құрылымының өзгеруіне байланысты және бірнеше рет магниттелу арқылы жойылмайды.